Жарал сезімбек Арай деп сізді жақсы біледі. Көктөбеден Алматы алақандағыдай болып көрінеді екен. Қалай? Алақандағыдай деймін. Қалай? Алақандағыдай. Осы сөзді Көктөбеде үлкен әріппен жазып қою керек. Алақандағыдай. Тұрмыстасыз, Желіде ғана бір-бірімізге лайк басып отырамыз, так жақын араласпаймыз. Мына кісіден тезірек құтылу керек деген ой ғана болды менде. Сол бір кезең сіздің отбасыңыздағы бір оңай болмаған шығар енді. Көбелері мен арай қайда дейді, қыз босандым, шетінеп кетті. Осы сұрақты қатты күткенмін, дайындалғанмын. Арай басты рөлдегі ол сол отбасылық жағдайына байланысты түсе алмаймын деді. Білдім солдай болатын, сондықтан мен Еркін ағаға ренжіп. Жұлдыз ауруы болды ма сізде? Әрине болды. Мен ол кезде автобусқа міне алмай қалдым. Енді қазір айта беруге болатын шығар, 17 жыл өтті. Оны айтпай қояйыншы. Ұялам. Алматы облысынан Бақанас ауылынан туылғанмын. Кішкентай 4-ші сыныптан осы Алматыда тұрамыз. Сол кезде көшіп келгенбіз. Бір күні көшеде өтіп бара жатып, солай болып қалды. Еркін ағаның қасынан өтіп бара жатыптым. Еркін аға отырған кезінде, сол кезде ол кісі мені көріп байқап қап, сосын тоқтатып артымнан осындай ұсыныс бар, осы кино түсірейін деген ойым бар, мен сол отырсам сен өтіп бара жатсың, сондай образың сол тура сол Арайдай көрінді деп айтылған болатын. Ол кезде мен қорқып кеттім. Қайдағы кино, біздің Қазақстанда ол кезде кино жоқ. Мына кісіден тезірек құтылу керек деген ой ғана болды менде. Жоқ, түспеймін, мен киноға түскім де келмейді деп. Бірден бас тарттыңыз ба? Бірден бас тартып кетіп бара жатыр едім. Еркін аға қолымнан ұстап жібермей қойды мені. Қорқынышты болды ол жағдай негізі. Бөтен ер адам көшеде дейсіз. Бірақ хорошо, что күндіз жан-жағымда ел бар, әйтеуір сонда да қорқынышты екен. Бірақ Еркін аға қолымнан жібермей маған түсіндіріп айтты. Сен менен қорқып тұрсың, мен білемін, бірақ сен маған номеріңді берші, мен кешке жақын анаңмен сөйлесемін, бәрін түсіндіріп айтамын деп. Сосын сөйлесіп, соның офисына шақырып, солай дальше бәрі жалғасып кетті. Қалай келістіңіз енді? Анаңызбен барғаннан кейін бір шешімге келдіңіздер ме? Анаммен бардым, сценарийді айтты, сосын бәрін түсіндіріп айтты. Әуесқой режиссермін, осылай, бірақ біздің Қазақстанда кино түсіру білмейді, мен үйретемін бәрін деп тұр. Сондай, сол кезде анам рұқсатын берді, сосын екеуміз ойладық, ақыры Қазақстанда ешкім кино көрмейді. Неге түсіп, өзімізге қызық қой, түсіп көрмеске деп. Солай басталған еді. Ең қызық киноның Алақандағыдай деген кезінде, сол кезде главный герой екеуміз бір сөзге келіспей бір-бірімізбен жаман болып жүрдік. Сол кезде Еркін аға күліп, Еркін аға, Регина, пожалуйста, мені қазір бір дубльға ғана жақсы көре тұршы Берікті деп. Сол сияқты сөйтіп бір дубльға жақсы көріп, соны сөйтіп үйреніп, сол түсірілім алаңында үйренген шығармын. Яғни сіздер кино алаңында басты рөлдегі қанат, яғни Берік Арықбаевпен мінездеріңіз сәйкес келмей бір реніш болған ғой, Бұл қызығы жағдай негізі. Еркін аға рольға адамдар іздеген кезде бірінші мені таңдап қойды, сосын жігіт іздеді. Жігіт іздеген кезде осылай ол Берік, ол басында басқа съемочный неде жүрген, командада жүрген. Сол кезде мен қарсы болдым Берікке. Еркін аға ұнамайды, главный геройға ұқсамайды деп мен қарсы болдым. Сөйтсем, сосын білдім, Берік те маған қарсы болыпты, басқа актрисаларды предлагать етіп. Бірақ сондай, ол кезде жаңағы Алақандағыдай деген кезде ренжіген кезім, ол просто мынандай бір ойнап маған бірдеңке тесіп қойды ма, сол кезде бір сондай бір реніш сондай жағдай шығар. А так жоқ, жақсы неде ара қатынастамыз, бәрі жақсы. Берік керемет адам, қарапайым адам. Сонда сіздер өткенде біз түсірілім алаңына бардық, командамен таныстық, актерлік құрам толығымен қайта оралыпты, бірақ Жарал сезімдегі Арай жоқ. Яғни сіз келмепсіз. Себеп не? Осы сұрақты қатты күткенмін, дайындалғанмын. Себеп негізі көп. Бірақ Еркін аға айтқандағыдай семьялық жағдай емес, әрине. Себебі көп болғандықтан сол себептерге мен гонорарды себеп шығылдым.
окуп отурмун комментарийда элдер урсады, неге болду акчага сончо акчага кумарланып деп. Бул себепчи болду деп айткым келет. Сонда гонорарга келишпедим деген сөзбен осы әңгіме аяқталсын дейсіз ғой? Аяқталсын, гонорарга келиспедим. Ал енді бізге берген сұхбатында Еркін Рақышев Регина отбасылық жағдайына байланысты түсе алмады деді. Арай басты рөлдегі ол сол отбасылық жағдайына байланысты түсе алмаймын деді. Регина, Шамгунова. Бірақ сіз бұл пікірге ренжіген сияқтысыз, Біраз ренжідім, өйткені мен білем ғой елдің қалай сөйлейтін, оны қалай аударып жіберетінін. Менің жолдасым оқыған, қазақшасын білмей тұрмын, воспитанный, тәрбиелі адам. Сондықтан мен елдің ой, күйеу отыр үйде, үйтпе, бүйтпе деген әңгімесі ұнамады маған. Білдім солдай болатын, сондықтан мен Еркін ағаға ренжіп айттым, Еркін аға неге өйтіп айттыңыз, просто келіспеді деп айтпадыңыз ба деп. Ал неге жолдасыңыз сізді өнерге қайта оралсаңыз, киноға қайта шақырса қолдай ма? Қолдайды деп ойлаймын, қарсы емес. Мен барамын, жаңағы премьераға барасыз ба дейді, шақырса барамын міндетті түрде. Мен тек қана сол кино өкінішті мен түспегеніме. Бірақ мен шын көңілімнен бұл кино жақсы шықса екен деймін. Киноға шақырса ғана барам дейсіз, билет алып бармайсыз ба кинотеатрға, Жарал сезім екіні көруге отбасыңызбен? Премьераға шақырмаса енді билет алып барамын. Барасыз, бұл жерде ал енді гонорарыңыз қанша болды сол кездегі алған ақшаңыз? Енді қазір айта беруге болатын шығар, 17 жыл өтті. Гонорар мүлдем болмады. Кино шыққаннан кейін Еркін аға берді, бірақ Теңгемен қанша теңгесі? Оны айтпай қойайыншы. Ялам. Жоқ, енді ол 17 жыл бұрынға мүмкін нарық сондай болды, баға сондай болды. Оқуымды төлеп, біршама бір неге жетті. Суммасын айта алмайсыз ба? 100 мың, 200 мың, 300 мың? Не помню. Қатты аз сияқты ғой. Жоқ, аз емес. Ол кездегі 19 жасар қызға гонорарсыз түсем деген қызға жеткілікті болды.